Tövbe tövbe деп айтамыз. Ата-бабалар тәубе тәубе дейді ғой. Сол тәубе деген айтқандар сол дұрыс па, сол жетерлі ме? Тәубе дегенде негізі барлығымыз айтамыз, тәубе қылғандар Аллаға жақсы көреді деп айтамыз. Тәубені қалай жасау? Жақсы, керемет. Енді мына нәрсені айтайық. Қазақта бір нәрсені айтсаңыз, тәубе тәубе деп қояды. Ол не айтып жатыр? Тәубе етіп отқан жоқ, ол шүкір етіп жатыр ол. Тәубе деп шүкір. Бізде тәубе деген сөз шүкір мағынасында қолданады. Соның үшін осындай, ондай қуанбайсың ба десе, тәубе тәубе деп қояды. Ол шүкір шүкір дегені негізі. Тәубе деген шүкір мағынасы. Ал енді шүкір бөлек, тәубе бөлек нәрсе негізінде. Шүкір деген нәрсе Алланың берген нәрсе. Өзі мақтаудың үш түрі бар дейді. Біріншісі хамд айту дейді. Альхамдулилля деген сияқты. Хамд деген сөз бұл лайықты болған адамға айтылады деген. Адам болсын, Алла тағала жаратқандығы үшін, әлемнің раббысы болғандығы үшін, әлемнің жаратушысына мақтау деп, Алла тағаланың мақтаудың себебі сол лайықты ол. Екіншісі шүкір деген нәрсе бар дейді. Шүкір деген арнайы сізге жасаған жақсылық үшін жасалатын алғыстың түрі, бұл шүкір деп айтылады дейді. Яғни рахмет айту ғой. Аллаға шүкір десеңіз, сізге жасаған жақсылық үшін. Арабтар біреуге рахмет айтса, шүкран дейді. Маған істеген жақсылығыңа рахмет деген мағынада. Ал енді үшіншісі мадх деген бар, мақтауды мағынасына келеді. Бұл да бірақ бұл өтірік мақтау деп айтады. Иза раайтумул маддахин фахсу фи вужухихим тураб дейді. Егер мақтаушыларды көрсеңдер, бетіне топырақ шашыңдар деген сол. Өтірік мақтаушы деген сөз. Шынымен егер лайықты болып айтып жатқан болса, оның бетіне топырақ шаш деп жатқан жоқ. Ал бірақ не екен? Өтірік мақтайтын адамдыкін шаш деген бетіне топырақ керек емес екен. Соны осылай деп бөлгендігі бар. Енді сол үшін шүкір деген, Аллаға шүкір ету деген кезде сізге жасаған жақсылық үшін жасау шүкір дейді. Ал не болса, хамд сөзімен қолданса, альхамдулиллахи роббил аламин деген кезде, бұл да Аллаға шүкір ету, мақтау айтудың бір түрі, алайда бұл одан гөрі қамтуды. Яғни барлығын қамтып кететін болады. Хамд сөзі кеңінен болады. Ал тәубе деген нәрсе бар. Тәубе кері қайту деген сөз. Алған беттен қайту мағынасына келеді. Тәубенің шарттары бар. Оның үш шарты болады. Біріншісі өткен іске өкіну деген нәрсе бар. Қазіргі уақытта болды деп тоқтау бар. Келешекте жасамаймын мен деп бел байлау бар. Осы үшеуі қосылу керек бірігіп. Бұл адам мен Алланың арасында болса дейді. Мысалға, бір адам арақ ішіп жүр. Сөйтті де 60 жыл, 70 жыл ішті. Сөйтті де айтты. Құрсын мына белем, тастаймын, осым дұрыс болмапты ғой деп өткен шақ кетті. Өткен шаққа өкіну. Қазіргі уақытта ішпеймін болды. Мен қазір деп бәрінен тастап, аулақ қашу өзін, күнәлі істерін тартып алу өзі. Болашақта істемеймін енді, ешқашан араққа жоламаймын деп ант ету керек, өз бел байлау керек соған. Сол уақытта бұл тәубе есептеледі. Бізде көбінесе қазір арақ қоят болды, жақындамайды. Келешекте де ішпеймін дейді, бірақ өткен іске өкінбейді ешқашан. Ан-надамату хия тауба дейді. Өкініш тәубе деп айтқан. Негізгі шарты өкіну деген нәрсе бар күнәға. Күнә өкінбейінше кешірілмейді деп айтқан. Біз өкінбейміз ғой, болды қойдым деуі мүмкін, бірақ өкінбейміз. Мәселе сол. Проблема. Қазір, сонда төртінші шарт қосылады, ол жерде егер бір құлдың ақысына кірген болса, ақысын қайтарып беру деген. Бұл төртінші шарт. Ал негізі тәубе үш шарттың үшеуінде қамтиды. Түсіндің ма? Истихфар деген өткен шақты ғана қамтиды. Алладан кешірім сұрау, астағфирулла деген сөз. Ал тәубе өткенге өкіну, қазір жасамау, күнәдан аулақ қашу, болашақта енді жасамаймын деп бел байлау керек. Осы үш шақты да өткен шақ, осы шақ келер шақты да қамтитын болса ғана тәубе болады. Бұның біреуі шарт дұрыс болмаса, онда тәубе дұрыс емес.